Бәріңе сәлем, сендермен Тренд Таймс арнасы. Бүгін мен Айрсан мен Темірлан Болаттың ютубтан табатын табысын есептейтін боламын. Ал сен бұл екі ютубердің қайсысын қолдайсың, қайсысын көресің және қайсының табысы көп деп ойлайсың, астыға жазып кет. Ал ендеше видео қызық болса, лайкыңды басып, бірден жайғасып отыра бер. Сосын номыға аз ғана қалдық, барынша қолдау көрсе де, егер арнаға әлі тіркелмеген болсаң, тіркеліп кет. Ал ендеше мен бастаймын. Әрине, бірінші Эрсадан басайық, ода қазіргі күнде 261 мың жазылушы бар. Ол өз арнасына влогтар мен челлендждер салып отырады. Эрсаның қазіргі күнге дейін жинаған жалпы қаралым саны 15 миллион 168 мың. Ал енді оның YouTube монетизациясынан айына табатын табысын есептеу үшін оның айына жинайтын қаралым санын тауып алуымыз керек. Эрса айына 367 мың қаралым жинайды екен. Бұның тек 20% ғана коммерциялық қаралым болады, сол себепті 20-ға бөлеміз. YouTube Қазақстанда 1000 қаралым үшін $0.8 төлейді. Сол себепті шыққан санда 1000-ға бөліп, оны $0.8-ға көбейтеміз. Сол кезде оның қанша ақша табатыны шығады. Бірақ YouTube тек бұның 68%-ын ғана ютубердің өз қолына береді. Осылайша $40 шықты. Қазіргі теңге мен доллардың курсына қарап, бұл $40-ды теңгеге айландырамыз. Сол кезде 17 мың теңге шықты. Демек, Эрса YouTube монетизациясынан айына 17-20 мың теңгедей табады. Бірақ оның әр видеосындағы реклама құны 50 мың теңгедей тұрады. Сонда Эрса айына YouTube'тан шамамен 150 мың теңгедей табыс табады. Енді Темірлан Болатқа келейік. Оның арасында қазір 307 мың жазылушы бар. Темірлан көбінесе влогтар түсіретін, әрине арасында челлендждерді шығып тұратын. Бірақ соңғы кезде ол енді чат-рулеткаға көшті. Арнасының жалпы қаралым саны почти 18 миллион. Алдымен тағы да оның айына жинайтын қаралым санын көріп алайық. Бұл 676 мыңның тағы да 20%-ын тауып алуымыз керек. 135.200 шықты, жаңа түсіндіргендей, бұны 1000-ға бөліп, оны $0.8-ға көбейтеміз. Бұл шыққан ақшаның ютуберге берілетін 68%-ын есептейміз. $73 шықты. Бұны қазіргі доллар курсымен теңгеге айландырсақ, 30 мың теңге. Ал Темірлан Болат болса монетизациядан 30 мың теңге табады екен. Оның да арнасындағы жарнама құны 50 мың теңгеде тұрады. Сонда ол 180.200 мың теңгедей табады деген сөз. Мінекей, Темірлан Болат пен Эрсаның табысын есептедім. Тағы да кімнің табысын есептейміз, астыға жазып кетіңдер. Өткен видеода осылай сұраған болатынмын. Сол кезде көп адам Темірлан Болат пен Эрса туралы жазыпты. Сол себепті соларды есептедім. Енді тағы да қандай ютуберлер көп жазылады, солардың табысын есептеймін. Ал егер видео ұнаған болса, лайк басып, қолдау көрсетіп, достарыңмен бөлісіп кет.